Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен вупи пай жасаймыз, мини. Ең бірінші бізге май мен шоколад қажет, какао, ұн, қант, разрыхитель, болмаса қопсытқыш и 2 жұмыртқа. Бірінші май мен шоколадты жақсылап отқа қойып ертіп аламыз. Еріген шоколад пен майды осылай ертіп аламыз, сосын суық жерге қойып қоямыз. Бірінші бізге ұнды, қопсытқышты және какаоны бір ыдысқа салып аламыз. Миксерге 2 жұмыртқаны жарып, қантпен жақсылап миксерлеп аламыз. Екеуін жақсылап миксерлеп аламыз, ағарып көпіргенше. Міне көпіріп көтерілген кезде какао мен ұн және разрыхительді осылай ситадан өткіземіз. Ситадан өткізген кезде арасына ауа кіріп, тестамыз жақсы көтерілетін болады. Бәрі қосылғаннан кейін жақсылап миксерлеп аламыз. Бірінші жай скоростьқа қойасыз, одан кейін ақырындап көбейтесіз. Ең артынан суыған шоколад пен майды қосамыз. Сондай-ақ жақсылап араластырып аламыз қамырды. Дайын болған қамырды осылай пергамент қағазына мешокқа салып алып, қамырыңызды осылай құйып шығасыз. Қатты үлкен қылып емес, өзіңізге керек размерде. 180 градусқа қызып тұрған духовкаға саласыз 7-8 минутқа. Енді кремімізді дайындаймыз. Бірінші сливки 100 грамм, крем-чиз 100 грамм және сахарная пудра 50 грамм қажет. «5-10 минут көлемінде миксерлеу қажет, креміңіз қоюлану үшін. Міне піскен пряниктарымызды осылай өзіңізге керек формада ыстық күйінде кесіп аласыз. Ыстық күйінде міндетті түрде, егер суып қалғанын кессеңіз, ол осылай трескаться етіп, әдемі емес болып қалады. Сіздерге лайфхак, осылай қозғалып кетпеу үшін астына кішкене крем жағып жүрсеңіздер, орнынан корждарыңыз қозғалмайды. Капсулаларға крем жаққаннан кейін осылай біртіндеп қойып шығасыз.
өзіңізге қандай насадка ұнайды, соған кремді осылай құйып шығасыз. Өзіңізге ұнаған насадкамен. Менікі закрытая звезда, номерін білмедім. Өте әдемі шығады осылай. Міне менің вупипайым дайын. Сіз өзіңізге ыңғайлы етіп, өзіңізге ұнаған, қалай ұнайды, солай оформлять етіп алсаңыз болады. Видеоны до конца көрсеңіз, лайк басып, подписка жасауды ұмытпаңыз. Мені жоғалтып алмас үшін.